Таңертең тұрғанда басыңыз ауырады ма, желкеңіз тартады ма, немесе бастың артында ауырлық сезіледі ме? Егер иә десеңіз, сіздің қан қысымыңыз жоғары болуы мүмкін. Бірақ мен бүгін сізге дәрі ішпей-ақ осы мәселені шешудің 5 нақты жолын айтамын. Бұл жолдарды өз тәжірибемде де, сіздер сияқты науқастарымда да тексердім. Нәтижесі бар. Аяғына дейін қараңыз, өйткені 4-ші жол туралы аз адам біледі. Сәлеметсіздер ме, Дана мен денсаулыққа каналының қымбатты көрермендері. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды дәрігермін. Бүгін біз өте маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Жоғары қан қысымы, яғни гипертония. Сіздер менен жиі сұрайсыздар. Құрметті Дана доктор, давлениені дәрісіз түсіруге бола ма деп. Бүгін мен осы сұраққа толық жауап беремін. Маңызды ескерту, егер сіз қазіргі уақытта дәрігер тағайындаған дәрілерді ішіп жатсаңыз, оларды өз бетіңізбен тоқтатпаңыз. Бүгінгі кеңестер дәрілерді толықтыратын, олармен қатар қолдануға болатын табиғи әдістер. Каналымда алғаш рет болсаңыз, жазылу батырмасын басыңыз. Мен осы жерде денсаулыққа қатысты шынайы медициналық ақпарат беремін. Ал енді бастайық. Алдымен негізгі сұрақтан бастайық. Қан қысымы дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтсам, жүрек бізде қанды тамырлар арқылы айдайды. Осы кезде қанның тамырдың қабырғасына түсіретін күшін қан қысымы деп атаймыз. Дұрыс қан қысымы бізде қалыптыда 120-80 мм сынап бағанасында болады. Бұл норма. Егер жоғары сан 140-тан асып кетсе, бұл жоғары қан қысымы, яғни гипертония. Ендеше гипертония неліктен қауіпті? Дәрігер ретінде айтамын, гипертонияны біз үнсіз өлтіруші деп атаймыз. Неліктен? Өйткені адам жылдар бойы жоғары қан қысымымен өмір сүріп, мүлдем байқамауы мүмкін. Ал осы уақытта тамырлар зақымдалып, бізде жүрек тозады. Гипертонияның негізгі 3 негізгі қаупі бар. Бірінші қауіп инсульт, жоғары қысым ми тамырын жарып жіберуі мүмкін. Бұл инсульт, статистикаға сүйенсек, гипертониясы бар адамдарда инсульт қаупі 4-5 есе жоғары. Екінші қауіп бізде инфаркт. Жүрек үнемі жоғары қысыммен жұмыс істеген кезде ол шаршайды. Жүрек бұлшықеті сол кезде қалыңдайды, ал бұл инфаркттың тікелей жолы. Үшінші қауіп бұл бүйрек жеткіліксіздігі. Бүйрек ең нәзік мүше, жоғары қысым бүйрек тамырларын зақымдайды. Уақыт өте бүйрек жұмысын тоқтатуы әбден мүмкін. Демек, гипертонияны жай ғана бас ауруы деп қарастырмаңыз. Бұл жүрекке, миға, бүйрекке тікелей соққы беретін ең үлкен жау десек болады. Ендеше гипертонияның белгілері туралы айтайын. Бұл белгілердің 3-4-еуі сіздің бойыңызда болса, қан қысымын міндетті түрде тексеріңіз. Бірінші белгі желкедегі ауырсыну. Бұл гипертонияның ең классикалық белгісі. Таңертең тұрған соң желкеңіз немесе бастың артқы жағы ауырады ма? Бұл жоғары қан қысымының алғашқы сигналы. Екінші белгі бас айналу. Кенеттен тұрып кеткенде қараңғылану немесе бас айналу сезімі болады ма? Бұл да қан қысымының белгісі болуы мүмкін. Үшінші белгі көз алдындағы шыбындар, яғни жарыққа қараған кезде немесе күнделікті тұрмыста көз алдыңызда нүктелер немесе жарық жылтылдайды ма? Бұл ми тамырларының жоғары қысымға берген реакциясы. Төртінші белгі жүрек соғысының жиілеуі, яғни жаттықпай-ақ тыныштықта отырып та жиі соғады ма? Бұл жүректің жоғары қысымға қарсы күресіп жатқандығының белгісі. Бесінші белгі жалпы шаршағыштық. Жеткілікті ұйықтасаңыз да шаршай беруіңіз, тез арып қалуыңыз, тез шаршап қалуыңыз, бұл барлық мүшелердің қанмен жеткіліксіз қамтамасыз етілуінің белгісі. Алтыншысы мұрыннан қан кету. Себепсіз мұрыннан қан кету жоғары қан қысымының белгісі болуы мүмкін. Бұл тамырдың жоғары қысымға шыдай алмайтынын білдіреді. Жетінші белгі беттің қызаруы. Еш нәрсе жемей, ішпей де бет кейде қызарып кетеді ме? Бұл да жоғары қан қысымының белгісі. Сегізінші белгі ұйқының бұзылуы. Жиі ояну, терең ұйықтай алмау, түнде дәмігу, бұлар да гипертонияның жасырын белгілері. Ұмытты көрермендер, осы белгілердің бірнешеуін байқасаңыз, дереу тонометрмен қан қысымыңызды өлшеңіз. Тонометр бұл үй аптечкасының міндетті бөлігі болуы тиіс. Ендеше, бүгінгі видеоның негізгі ең маңызды бөліміне келейік. 5 жол, мен сіздерге, мен оларды дәрігер ретінде де, адам ретінде де тексеріп көрдім. Оның бірінші жолы тамақтану. Бұл ең маңызды, бірақ ең жиі адамдар елей бермейтін фактор. Дүниежүзілік зерттеулерде дәлелденген DASH диетасы бар. Бұл арнайы гипертонияға қарсы тамақтану жүйесі. Мен сізге оның негізгі принциптерін айтамын. Не жеу керек?
Тұздан аулақ болыңыз. Бұл ең бірінші ереже. Тәжірибемде адамдар тұзды тамақ тастаған соң 1-2 аптада қан қысымы 10-15 бірлікке төмендегенін байқаған. Тұз суды ұстайды, ал су ұстағанда тамырдағы қысым артады. Күніне тұз мөлшері 5 граммнан аспауы тиіс, яғни 1 шай қасықтан. Бұл барлық тамақтан кірген тұзды қосқанда. Ал консервілер, шұжықтар, чипстар, тұзды астарының қоймасы, оларды тастаңыз. Калийге бай тағамдар жеңіз. Калий бұл тамырларды кеңейтетін минерал. Ол қан қысымын табиғи жолмен төмендетеді. Калийге бай өнімдер: банан, авокадо, картоп, пісірілген, қуырылмаған, фасоль, шпинат, балық кіреді. Және үшіншісі, магнийге бай тағамдар жеңіз. Магний тамыр бұлшықетін бізде босаңсытады. Бұл қысымды төмендетеді. Магнийге бай өнімдерге грек жаңғағы, бадам, қара бидай наны, брокколилар кіреді. Майлы балық аптасына 2 немесе 3 ретке дейін болады. Омега-3 май қышқылдары тамырдың икемділігін сақтайды, қабынуды азайтады. Бұл да қан қысымын реттейді. Ал не жемеуге келетін болсақ, тұзды тағам, консерві, шұжық, майлы ет, алкоголь, кофені шекпеңіз. Кофе туралы маңызды ескерту. Таза қара кофені күніне 1 кеседен артық ішпеңіз. Кофе бізде тамырларды тарылтады және бұл қысымды сәйкесінше көтереді. Енді екінші жол бұл қозғалыс. Бұл дәрігерлер бәрінің ең арзан түрі деп атайтын нәрсе. Зерттеулер бойынша тұрақты аэробты жаттығулар қан қысымын 7-10 бірлікке төмендете алады. Бұл кейбір таблеткалардың нәтижесімен тең. Бірақ маңызды ескерту. Сіздің жасыңыз бен жағдайыңызға қарай жаттығу түрін осы жерде таңдайсыз. 55+ жастағы адамдарға ең тиімді жаттығулар тізімі. Бірінші, жаяу жүру. Күніне 30-40 минут жаяу жүру ең тиімді, ең қауіпсіз жаттығу. Жылдам қажет емес, орташа қарқынмен демігіп қалмастай жүрсеңіз болды. Бастапқыда 10 минуттан бастап бірте-бірте арттырыңыз. Екінші, жүзу. Жүзу буындарға жүк салмай жүректі жаттықтырудың ең жақсы тәсілі. Үшінші, йога және тыныс алу жаттығулары. Тыныс жаттығулар туралы 3-ші жолда толық айтамын. Маңызды ескерту. Жаттығу кезінде қан қысымы уақытша жоғарылайды. Ол қалыпты жағдай, бірақ жаттығудан кейін 30-60 минут ішінде ол төмендеуі тиіс. Егер жаттығу кезінде басыңыз ауырса, жүрегіңіз ауырса, бірден тоқтаңыз және дәрігерге хабарласыңыз. Тәжірибемде науқастарым жаяу жүруді бастаған соң 3-4 аптада қан қысымының тұрақталғанын байқадым. Қозғалыс бұл ең арзан дәрі. Үшінші жолымыз бұл стрессті басқару. Бұл туралы аз айтылады, бірақ бұл гипертонияның ең үлкен себептерінің бірі. Стресс кезінде ағзамыз адреналин мен кортизол гормондарын бөледі. Осы гормондар тамырларды тарылтады, жүректің соғу жиілігін арттырады, демек қан қысымы кенеттен көтеріледі. Созылмалы стресс бұл созылмалы гипертония. Бұл медициналық факт. Ендеше стрессті қалай басқарамыз? Осыған тоқталайық. Дәрігерлік тыныс жаттығуы. 4-7-8 әдісі. Мен өзімде де науқастарымда да тексерген бұл жаттығу 5-10 минутта қан қысымын 10-15 бірлікке төмендетеді. Қалай жасаймын десеңіз, бірінші, 4 секунд мұрныңызбен терең дем алыңыз. 7 секунд демді ішіңізде ұстайсыз, санап, сосын үшінші, 8 секундта аузыңызбен баяу шығарасыз. Осыны 4 рет қайталаңыз. Таңертең тұрысымен және ұйықтар алдында жасаңыз. Бұл нервтен жұмыс істейді. Баяу, терең тыныс алу бізде парасимпатикалық жүйке жүйесін белсендендіреді. Бұл жүректі тыныштандырады және тамырларды кеңейтеді. Екінші, медитация мен намаз. Дәрігер ретінде айтамын, намаз тамаша тыныс алу жаттығуы. Намаз оқу кезінде демалу баяулайды, ойлар тынышталады. Тәжірибемдегі намазшыл науқастарының стресс деңгейі айтарлықтай төмен. Жағымды іс-шаралар, өнер, ән, аула жұмысы, немерелеріңізбен ойнау, олардың бәрі де кортизол деңгейін төмендетеді. Төртінші жол ұйқы. Бұл ең аз айтылатын, бірақ ең күшті фактор. Дәрігер ретінде айтамын, сіз бүкіл дұрыс тамақтанып жаттықсаңыз да ұйқыңыз жеткіліксіз болса, гипертония кетпейді. Неліктен ұйқы кезінде қан қысымы табиғи жолмен 10-20%-ға дейін төмендейді. Бұл тамырлардың демалатын уақыты. Егер ұйқы жеткіліксіз болса, бұл демалу болмайды. Тамырлар 24 сағат бойы үздіксіз жоғары қысыммен жұмыс істейді. Зерттеулер бойынша 6 сағаттан аз ұйықтайтын адамдарда гипертония қаупі 20-30%-ға жоғары. Дұрыс ұйқы үшін 5 ереже. Бірінші ереже, күніне 7-8 сағат ұйықтаңыз.
бұл норма. Екінші ереже, ұйқы мен ояну уақытын тұрақты ұстаңыз. Демалыс күндерде бір уақытта ұйықтаңыз. Үшінші ереже, ұйықтар алдында 2 сағат телефонды, теледидарды пайдаланбаңыз. Экрандардың жарығы бізде мелатонин гормонын тежейді. Ұйқы гормонын тежейді осы кезеңде. Төртінші ереже, бөлмені салқын ұстау керек. 18-20 градус аралығында. Салқын ауада ұйқы тереңірек болады. Бесінші ережеміз, ұйықтар алдында магнийге бай тағам жеңіз. Банан, грек жаңғағы, жылы сүт, магний бұл бұлшықетті босаңсытып, жылдам ұйықтауға көмектеседі. Ескерту: егер ұйқыда қорылдасаңыз немесе тыныс тоқтай ма деп айналаңыздағылар байқайтын болса, бұл ұйқылық апноэ. Бұл гипертонияның жиі себебі, осы кезде міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыз. Бесінші жол, табиғи өнімдер. Мұнда мен ата-бабаларымыздан келе жатқан ғылыми тұрғыдан дәлелденген рецептілерді айтамын. Бірінші өнім, алдыңғы видеоларда айтқандай, сарымсақ. Сарымсақтың құрамындағы лейцин қан тамырларды кеңейтеді. Сәйкесінше қан қысымын түсіреді. Зерттеулер бойынша тұрақты сарымсақ тұтыну қан қысымын 8-11-ге төмендетуі мүмкін. Рецептін айтсам, таңертең ас ішпей 1-2 тіс сарымсақ жеңіз, немесе сарымсақты барлық тамаққа кеңінен қосыңыз. Екінші өнім қызылша. Қызылша шырыны, қызылшада нитраттар көп. Бұл заттар ағзада азот оксидіне айналады. Азот оксиді бізде тамырларды кеңейтеді, сәйкесінше қысым төмендейді. Күніне 150-200 мл таза қызылша шырынын ішіңіз. Дереу ішпеңіз, жаңадан сыққаннан кейін 1-2 сағат күтіңіз. Тәжірибемде 4 аптада нәтиже байқалды. Үшінші өнім каркаде. Гибискус шайы. Бұл ғылыми тұрғыдан ең жақсы дәлелденген табиғи гипертония шайы. Зерттеулерде каркаде шайын күніне 3 кесе ішкен адамдарда қан қысымы 7 бірлікке төмендегені анықталды. Күніне 1 шай қасық кептірілген каркаде гүліне 1 стакан қайнаған суды құйыңыз. 10 минут демін алсын, сүзіп жылы ішіңіз. Суық ішуге де болады. Төртінші өнім зімбір мен лимонды су. Таңертең 1 стакан жылы суға жарты лимонның шырынын және жаңа зімбірдің кішкентай кесімін қосып ішіңіз. Бұл тамырлардың икемділігін сақтайды, қысымды тұрақтандырады. Бесінші өнім қара өрік. Чернослив деп аталады, калийге өте бай бұл өнім. Күніне 4-5 қара өрік жеңіз. Бұл қан қысымын реттеуге тікелей көмектеседі. Маңызды ескерту: бұл өнімдердің барлығы да дәрілермен бірге қолданылғанда күшейтілген эффект беруі мүмкін. Егер дәрі ішіп жатсаңыз, дәрігеріңізбен міндетті түрде ақылдасып алыңыз. Хорошо? Ендеше не жасамау керек екенін де айтайын. Бұл да кеңестер сияқты маңызды болып саналады. Тұзды тағам, нөмірі 1 жол. Жоғарыда айттым, бірақ қайталаймын. Тұз суды ұстайды, тамырдағы сұйықтық мөлшері артады. Қысым сәйкесінше көтеріледі. Аздап тұздадым деп ойлайсыз, бірақ бүгінгі тұздалған тамақ нәтижесін ертең тонометр сізге көрсететін болады. Екінші өнім алкоголь. Жүрекке жақсы деген миф. Бұл миф. Алкоголь уақытша тамырларды кеңейтеді, бірақ кейін күшті тарылту болады. Тұрақты алкоголь тұтыну гипертонияның тікелей себебі. Үшінші темекі. Тамырлардың ең үлкен жауы. Никотин тамырларды лезде тарылтып, қысым секундта көтеріледі. Темекі шегетін адамдарда гипертония 2-3 есе жиі кездеседі. Артық салмақ. Денедегі әрбір артық 10 килограммнан қан қысымын 4-5 бірлікке арттыратын болады. Баяуда болса, бірте-бірте арықтаңыз. Стресс пен ашу ызаның шегі жоқ болуы. Адреналин тамырларды лезде тарылтады. Не болса да тыныш боламын деген ереже денсаулықтың негізі. Бүгін мен сізге табиғи жолдарды айттым, бірақ кейбір жағдайларда шұғыл медициналық көмек қажет. Мен дәрігер ретінде сізге бұны айтуы міндетті. Дереу жедел жәрдем осындай кезеңдерде шақырыңыз. Егер қан қысымы 180-110 және одан жоғары болса, бұл гипертониялық криз. Шұғыл жедел жәрдем қажет. Кенеттен өте қатты бас ауруы болса, өмірімде бұлай ауырмаған едім дейтіндей. Сөйлеудің бұзылуы, бет немесе аяқ-қолда ұйыту, жартылай сал болу инсульттың белгілері. Төртінші, кеуде ауруы немесе демікпе, жүрек шабуылының белгілері. Бесінші, көздің кенеттен қараңғылануы немесе көрудің бұзылуы. Бұл белгілердің кез келгенін байқасаңыз, дереу 103 нөміріне хабарласыңыз. Минуттарды санамаңыз, кешіктіруге мүлдем болмайды. Қымбатты көрермендер, бүгін біз не үйрендік? Жоғары қан қысымы инсульт пен инфаркттың тікелей себебі, бірақ оны дәрісіз де бақылауға болады. Бірінші жол
тамақтануды өзгерту. Тұзды азайту, калий мен магниймен бай тағамдар жеу. Екінші жол күнделікті жаяу жүру. Аптасына 5 күн, күніне 30-40 минут. Үшінші жол стрессті басқару. 4-7-8 тыныш жаттығуы, тыныш өмір салты. Төртінші жол ұйқы. Күніне 7-8 сағат, бір мезгілде ұйықтап, бір мезгілде тұру. Бесінші жол табиғи өнімдер. Оларға сарымсақ, қызылша шырыны, каркаде шайы, жаңа айтып өткендей, дәрігер ретінде айтамын, бұл 5 жолды бір мезгілде бастаудың қажеті жоқ. Бүгін біреуін таңдаңыз және бастаңыз. Кішкентай қадам үлкен нәтиженің басы. Егер бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және бұл видеоны туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіз. Олар үшін де бұл өте маңызды. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз. Мен жауап беруге тырысамын. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы. Сау болыңыздар. Денсаулық бәрінен де қымбат.